мен қазір еттерді салатын боламын. Мен қыс бойы өзім көптеген мындай майда сүйектерді сүрлеп сақтап жүрем. Мінекей мынандай да сүйектер күшті пикантность береді осындай етке. Сосын мынандай еттерді мен маринадтап қоямын өзім. Осыны салам. Мінекей. Так, потом мына жерден ет салам, мінекей. Сосын мына жерден ет салам. Так, и мындай ет салам. Так, енді осы етті қазір бір жуып аламын да, и қайнатамын. Осы где-то осы жерден толтырып су құйып қайнататын боламын. Мына еттің бәрін жуып, қызар тазалап салдым. Мына қазанға суды құйдым. Енді аздап тұз себем. Енді тұзды да әркім өзінің несіне қалауына қарай себеді. Кейбіреулер көп салады, кейбіреулер аз салады. Енді осы етімізді біз қайнатамыз. Көбігін алып отырамыз әрине. И мен өзім басым 2,5 сағат қайнатамын етті. Әркім әртүрлі. Біреулер 2 сағат қайнатады, біреулер даже 3 сағат қайнатады. Әркім өзі енді қарайсыз ғой, етіңіз піскенше осы етті қайнататын боламыз. Қазір тағы да сіздерге көрсетіп отырамын. Достар, қазанда етім қайнап жатыр. Қазір көбігін былай алып тастайтын боламын, тазалап. Мінекей. Осылай тазалап алып тастайсыздар көбігін. Сосын тағы да 2 сағаттай қайнатамыз. Қыздар, етім қайнап жатыр, бір тазалап алдым көбігін түгел. Енді кішкене мен тұз салдым, тұзын да көресіздер. Өздеріңіздің неңізге қарай, вкусыңызға қарай, міне осылай аса бересіздер. Көбіктерін алып отырасыздар шетінен. Ал енді мына жерде мен қазір пияз аршып қойдым, картошка аршып қойдым и сәбіз аршып қойдым. Осыны қазір мен жаңа қайнап жатқан етке салатын боламын. Енді кезекте мен наурыз көжеге қосатын дәнді дақылдарды сіздерге көрсетіп кетейін. Бұл біріншіден мынандай арпа, перловка деп айтылады. Одан кейін мынандай бидай, бұл кішкене көріп отырғандай жарылған бидай. Одан кейін мынандай тары, біз жақта сөк деп айтады. Әркім әртүрлі айтады. Бұл кәдімгі қуырылған тары дайын, бұл тез піседі. Мынау кәдімгі өзіміздің күрішіміз, мен қосам. И мынау нәрсе қатық деген нәрсе, сүзбе деп те айтады. Бұл қазір қатып тұр менде. Өзі керемет дәмді болып шығады. Бұған мен сорпа қосып араластырып дайындап қоям. Осы наурыз көжеге қататын боламын. Обязательно өте мықты дәмді наурыз көже шығады. Осылардың барлығын қазір мен сіздерге көрсетіп отырамын. Барлығын мен жеке пісіріп алатын боламын. Мына тары деген өте тез піседі, сондықтан бұл ең соңында саламыз. Міне достар, өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңа мен қайнатқан етім дәмді болып пісті. Қазір мында түсіріп жатырмын. Сосын мен осы жерге жаңағы дәнді дақылдарды кезек пісіріп алатын боламын. Қазір бәрін көрсетемін. Ал міне мен етімді турап дайындап қойдым. Қазір мына жерде сорпамыз қайнайды. Сосын тағы да процесс көрсететін боламын. Міне жаңағы сорпам қайнап жатыр. Етті түсіріп алдым да қайтадан қазанға қойған сорпам. Енді осыған қыздар мен күріш салам. Жуылған күріш жаңа сізге көрсеттім. Бісміллә. Сосын қыздар мен бұл жерге не салам? Мынандай дайын лапша бар. Қолына жасасаңыздар болады. Осындай кеспе деп айтамыз. Осыны салатын болам. Так, потом қыздарға айта кететін нәрсе, жаңа мен сіздерге бидай деп көрсеттім ғой, түйілген, соны мен алдын ала былайнан өзім бөліп бір қайнатып алдым да. Сондықтан бұл дайын, сондықтан осы жерге осы бидайымды салам. Бірақ егер сіздер бидайды алдын ала дайындамасаңыздар, онда бірінші бидайды және перловканы салып, бірінші қайнатып алуларыңыз керек. Өйткені лапша күріштер тез піседі ғой. И мына перловканы бөлек бір қайнатып алдым өзін ғана. Өйткені маған солай ыңғайлы болып тұр да. Сондықтан ыңғайларыңызға қарайсыздар. Менің күрішім мен кеспем пісіп жатыр. Осының үстіне мен мынандай бидайымды алдын ала дайындап бір бұрқ еткізіп өзін жеке дара пісіріп алғам. Осыны қосатын болам. Мінекей, бісміллә. Сосын үстіне қыздар жаңалде мен сіздерге көрсеткен перловка, оны да өзін жеке дара бір бұрқ еткізіп пісіріп алдым. Бұл да уже пісіп тұр. Бұны да қосатын болам. Бісміллә. Мінекей, енді араластырып жіберейін бір ретінде. Осылай тағы да бір қайнатып алам өзім. Уже күріш мен лапшам да пісіп тұр. Бидайдың да бәрі пісіп тұр. Сосын үстіне қазір қыздар тары салатын болар. Тарыны қыздар жуудың қажеті жоқ, өйткені бұл қуырылған тары ғой. Сондықтан мен жумаймын, бұны да салып жіберемін. Бұл тем более тез піседі. Мінекей. Мінекей, менің көжем дайын болды. Барлығы ішінде пісіп шықты. Осындай консистенция болды. Енді осы көжеге жаңа алдын ала дайындап қойған етім бар.
сәбізім және картошкам бар, осы етімді көжеге қосатын болам. Қыздар, барлық етті дайындап тұрап қойған қостым көжеме. Қараңыздар, міне қандай қою керемет наурыз көже болды. Міне осылай дайындалады. Иісі қандай керемет, қыздар, бір жасап көріңіздер, егер мүлде жасамаған болсаңыздар. Өте керемет дәмді біздің ұлттық тағамымыз. Наурыз көжем дайын болды. Мінекей өте керемет, өте дәмді қою наурыз көже. Осыған қатық, мынандай болмаса айран қосып дәмдеп, өз дәмдеріңізге қарай ішесіздер. Мына жерде өзім жасаған жент, қазақтың ұлттық тағамы, бұл да құрт, қазақтың ұлттық тағамы. Мына жерде сөк деп айтамыз, біздің жақта, кейбір жақта да тары деп айтады екен. Қуырылған тары өте дәмді, өте құнарлы тағамдар. Сондықтан осындай дастархан жайдым наурызға. Мына бауырсағыммен пісірген. Барлықтарыңызға бақ береке тілеймін. Дендеріңіз сау болсын жаңа жылда, жаңа табыстар, жаңа белестер. Бай болыңыздар, бақуатты болыңыздар. Дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Сіздермен болған Гүлжан. Сау болыңыздар, қыздар. Каналыма жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер.